Бүгін эфирде бәріміз үйдеміз жобасы. Бүгінгі онлайн қонағымыз әнші Зарина Омарова. Зарина, қайырлы күн, қалыңыз қалай? Қайырлы күн, қалым жақсы, рахмет. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, шүкір, рахмет. Енді мынау карантиндегі күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Ой, енді айда қалай айтсам болады. Енді бір жағынан әрине қиын өтіп жатыр, шынымды айтайын. Енді бұрыннан бері жүріп қалған адамдарымыз барлық жерде көшеде жаңағы концерттен концерт деген сияқты үйде осы қамалып отырғандай әрине өте қиын, әсіресе балаларыма қиын болып жатыр қазіргі уақытта. Енді бәріне шыдаймыз. Бір айдан аса үйде отырмыз ғой, осы карантин режимі сіздің күн тәртібіңізді өзгерткен шығар. Қаншада тұрып жүрсіздер, қаншада ұйықтайсыздар? Жалпы уақыттарыңызды Айда шынымен айтайын, қазір ұйқы режимі өте қатты өзгеріп кетті. Енді ол менде ғана емес шығар, барлығында шынымен. 1 сағат 4-5-те жататын болдық. Қазір енді ораза айы басталды. Аллаға шүкір, осы айға да аман есен жеттік. Сол себепті қазір енді 4-те жаңағы ауызды жауып, сосын жаңағы енді жолдасым ұстайды оразаны, мен өзім ұстамаймын. Сосын барып жататын болдық қазіргі уақытта. Осы елдегі жағдай сіздердің қандай жоспарларыңызды бұзды? Әрине, біраз жоспарларды бұзды. Бейнебаян түсіру бізде қазір осы бейнебаян түсіргелі отырғанмын, бірақ болмай қалды, әрине енді күтеміз. Аман есен осы карантиннен шықсақ түсіреміз деп отырмыз бұйырса. Тағы бір дуэттер жазатын, сондай бір жоспарларым бар еді. Соның бәрі тоқтап қалды. Енді үйде жата берген соң бәрімізді ас үйге қарай тартып тұрады. Өзіңізді формада ұстау қиын болып жатқан жоқ па қазіргі таңда? Білесіз бе, Айда, менде керісінше. Мен ас бөлмеге кешкі сағат 6-дан кейін мүлдем кірмеймін. Мен енді кіремін, әрине сағат 7-де кіремін, тамақтарын дайындап беремін, сөйтіп отырмаймын мүлдем. Өйткені ол мен үшін өте қауіпті нәрсе. Қазіргі уақытта мен сағат 5-6-ға дейін жеймін тамақ аз-аздан. Мен өз-өзімді қатты ұстап отырмын қазір, өйткені бұл өте қауіпті мезгіл. Шынымен де әр қызға, өйткені жаз келе жатыр, қазір мен өте жоспарларым көп, бейнебаян түсіремін деп жатырмын. Соның барлығын бірінші сатыға қоясың да, бірінші неге. Сосын барып жаңағы ойланасың, қой, мынаны жемей қояйын, тәтті болса да деп. Енді адамның барлығы басында, шынымен де жақсылап ойланып, жаңағы басқа мақсаттарды бірінші орынға қойсаң, сен бәрібір соған жетесің. Күш қуатым негізі өте қатты, сол себепті ас бөлмеге кірмеуге тырысамын. Сіздің сөзіңізді естіп, ертеңнен бастап мен жинақталайын деп тұрмын, өйткені менде енді ол жағынан қиындау. Мен шынымен өз немді айтып жатырмын халыққа, солай дұрыс негізі. Адамға енді бүйтіп отырмасаң болмайды ғой. Мен де сондай сияқтымын. Маған да сөйтіп шырылдап бірдеме жаңағы ойыма түсірмесе, Зарина, сенде андай бар, сенде клип бар, сенде жақсы өлең жазуың керек, сен сахнаға шығуың керек, ана новый көйлекті киюің керек деген сияқты. Сондай бір мақсаттар әйел адамын. Мен шынымды айтайын, Айда көп мезгілдерде бір жаңа көйлек сатып аламын, бір размер кішірек. Сол әдемі көйлек болып тұрады да, сол көйлекті әдемілеп іліп қоямын да, күніге шкафты ашып, сол көйлекті қарап отырамын. Мен ол көйлекке сүйуім керек, сүйғанда да бір идеальны болу керек та жаңағы барлығы. Сол мені бір сондай шабыттырады, шынымен де шабытқа шақырады. Сондай бір өзімнің рецептерім бар шынымен де. Құпияңызды біліп алдық. Зарина, енді сізді Google'дан Зарина Омарова деп терсек, міндетті түрде салмақ тастағанға дейін және кейін деген жазу бірден іліне кетеді, байқайсыз ба оны өзіңіз? Әрине, өзімнің ыдысым бар кішкентай Айда. Мен тек қана сол ыдыспен ғана ас ішем. Ол ыдыс өзінің бір граммы бар ішінде. Енді өлшемі да тамақтың. Сол тамақты сол ыдысқа салып ішем, одан артық мен жемеуім керек. Сосын шай ішем, қантсыз. Сыр қоса салам шайға. Өзімнің сондай бір методтерім бар. Сосын барып жаңағы. Енді нан мүлдем жемеймін.
тәтті жесем де күндіз жеуге болады. 2-3 қасық көп. Енді торт келсе, 3 қасық торт жесем болады. Болды. Зарина, өзіңізді осылай үнемі қысып ұстап отыру қиын емес пе? Құрбандық бұндай не үшін керек сізге? Тек әдемі болып жүру үшін ғой сонда, иә? Айда, сіз түсінбедіңіз, қараңыз. Мен 10 жыл, 8 жыл толық адам болып жүрдім. Толық адам болып үйде отырдым. Мен үшін ол өте қиын жағдай болды. Мен ол кезде сахнамды жоғалттым. Мен ол кезде енді бүкіл жаңағы далаға шықпай, тек қана үйде отыратын үлкен апалар сияқты болып көріндім. Сіз өзіңіз түсініңізші, мен үшін қандай ол стресс болды. 10 жыл әйел адамы өз-өзіне мүлдем қарамаған деген енді сондай шынымен де. Мен өз-өзімді сол үшін қатты енді кінәлі есептеймін. Сосын барып енді әрине күйеуімнің көзқарасы. Ол ең басты себеп сол. Басында жарты жылдай өте қатты қиналдым. Өте қиын болды. Енді жылауға да дейін барасың жаңағы. Жоқ, болды тастайын дейсің. Керек емес, құрсын. Жақсы өмір сүрсем болды, керек емес деп жаңағы сөйтесің, бірақ қайттан жиналып жаңағы өз-өзіңе шыдамдық керек негізінде. Көп қыздар шыдамайды. Күш-жігер, шыдамдық. Қараңыз, Айда, басында мүлде үлкен толық қыздар ең бір басында 2-3 ай тастамайды мүлдем. Қанша диета ұстап жүрсе де. Ол сондай бір табиғатымызда сондай екен өзі. Мен соны кейін енді біраз нәрсені оқып, тексеріп, сөйтіп жүрдім ғой. 2-3 ай мүлдем салмақ тастамайсың. Бірақ соны шыдап кетсең, ары қарай кетті. 3, 4, 5 килограмм қатты тастап кетесің. Енді өзіңіз қараңызшы, мен 95 килограмм болдым. 95 килограмм, қазір 56-57. Керемет, тамаша нәтиже, тамаша. Қазір кішкентай ғана қолдаудың өзі ауадай қажет. Карантин уақытында мүмкіндігі шектеулі жандар мен зейнеткерлер байланыссыз қалмау үшін Билайн оларға 300 минутпен 30 гигабайт интернет трафикті тегін ұсынады. Билайн, жарқын жақта өмір сүр. Енді әкеңіздің коронавирус әні хит болып кетті ғой, сіз бұл әнді қалай қабылдадыңыз? Негізінде біз әкем екеуміз әр әнді екеуміз жоспарлап, жаңа бір-бірімізбен сондай, енді совет сұрап отырамыз шынымен де. Мен болсын, папа болсын, күнде звондап сөйтіп талқылап отырамыз әр әнді. Осы әнді негізінде маған еш хабарын берген жоқ басында. Шымкент қаласында болды. Иә, мен желден ғана көрдім бірінші рет. Сосын папаға звондасам, папа бір ән шығарыпсыз ғой, коронавирус туралы деп. Жаңа күлдім. Сөйтсем, я қалай болып жатыр қызым, естідің ба деп жаңағы сөйтіп, папа өз анда қобалжып тұр. Не болды? Неге қобалжып тұрсың? Білмеймін ғой. Жай әшейін енді позитив болсын, кішкене халықтың көңілін көтерейін деп жаңағы кетсін жаңағы бәле деп жаңағы сөйтіп шығара салған. Сол жерде сол бір сағаттың ішінде шығара салған ән негізінде. Бұл ән қазір енді Ресейге тарап жатыр, Америкаға тарап жатыр. Сояқтан сол тілдерде аударып айтсаңыз деп ұсыныстар келіп жатыр папама. Қазір осы бір әнді тыңдап көрейікші тағы бір рет. Коронавирус, нет, коронавирус, кет, коронавирус жақындама жолама. Коронавирус, нет. Зарина, әкеңіздің осы бір әнін өзіңіз орындап көрдіңіз бе? Айтып көрейікші. Шынымен де орындап көрмеппін, бірақ көрейін. Айтатын әсем әндерің қорыққан жанға дем берсін. Аты жаман бұл вирус қазағыма келмесін. Коронавирус, нет, коронавирус, кет, коронавирус жақындама жолыма. Бола ма?
Тамаша, керемет. Рахмет, Зарина. Бірінші рет айтып отырмын, өзіме қызық екен. Зарина, рахмет. Байланысқа шыққаныңызға, уақытыңызды бөлгеніңізге. Сіздерге рахмет. Амандық болсын. Flash Up Energy күні бойы сергек жүруге мүмкіндік беретін алкогольсіз энергетикалық сусын. Оның құрамында кофеин мен тауриннен бөлек Б дәрумені кешені мен С дәрумені бар. Тәтті сусын энергия мен күш қана беріп қоймай, алға қарай биік белестерге ұмтылтады. Flash Up Energy мен бірге сергек бол, үйде бол. Ал аздаған жарнамадан соң әріптесім Наталья Райым онлайн сұхбатты әрі қарай жалғастырады, арнамыздан ауыспаңыздар.